Қазақстанда таблиғи жамағаттың алғашқы ұяшықтары 2000 жылдардың басында пайда болды. Басында шағын топтардан бастау алған жатағым, кейін ірі қалалар мен шалғай ауылдарды жаулай бастады. Діни сауаты жоқ адамдар белгісіз салт жоралар, қатаң тәртіп пен ұйымдағы тоқтаусыз кезекшіліктің құрбанына айналып жатты. Әр жұма күні жұма намаздан кейін олар мешіттің кіреберісінде тұрып, жалғыз, есеңгіреген, көздерінде оты жоқ жандарды іздейді. Менің ұстазым маусымның 17-сі күні жақындап, «Бауырым, сенің дұғаң керемет, бірақ бұл жеткілікті ме? Пайғамбарымыз бізді дағуат жасауға үйретті» деп жылы сөйлеп, мені бауырай бастады. Дағуат бар болғаны 3 күн деп уәде берді. Содан соң мені марказға алып келді. Бұл темір торы жоқ түрме. Бізді 12 адамды 3-4 метрлік шағын бөлмеге орналастырды. 4 матрастың бірінде 2 сағаттан кезекпен ұйықтадық. Оңаша қалмас үшін әжетханаларында есік болмады. Жалпыға ортақ аласа шкафымыз болды. Әмір шкафты, әр затымызды жеке тексеретін. Сарапшылар алғашқы жатағым таратушыларының 10-15 адамдан құралған топтары Пәкістан, Шығыс Араб елдері және Қырғызстаннан келгенін алға тартады. Олардың 3-10-40 күндік дағуаттары Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарындағы ұяшықтардың күшейіп, белең алуына мүмкіндік берді. Діни негізде қалыптасқан ағымдардың бірі бұл таблиғи жамағат. Жалпы мына исламда пайғамбарларға міндет болған 5 бір қасиет болады. Соның біреуі таблиғ дейді, яғни жеткізу. Сол жаңағы сипатты өздеріне бекітіп, өздерін таблиғи жамағат деп атайды. Бұл бергі ғасырларда пайда болған ағым. Қазақстан Республикасында да бұл ағым болды, бірақ 2013 жылы бұл ағымға тыйым салынған еді. Білім, ғылым маңызды емес. Ең бірінші насихат жасау керек, уағыз жасау керек, адамдар дінге шақыру керек. Сауатсыздық бұлардың арасында көп тараған. Жалпы исламда тыйым салынуының себебі бұлардың кейбір Құран аяттарын өздерінің ыңғайларына қарай бұрмалап, тәпсірлеп қолдануы. Мысалы үшін Құранда келетін джихад деген сияқты, шахид деген сөздерді Алла жолында уағыз насихат айту деген мағынада өздеріне бұрып алған. Қазақстанда тыйым салынған себептерінің бірі жеке әр адамның ар ождан бостандығына, айтқанда бас бостандығына, діни еркіндігіне қол сұғулары. 2-3 таблиғ жамаат жиналады, көшеге шығады. 3 күн, 7 күн, 40 күн деген өздерінің белгілеп қойған уақыттар бар. Сол уақытта көшеге шығады, көшеде жүрген адамдардың барлығын тоқтатып, амандасып, сәлемдесіп, қоршап алып, оған насихат айтады. Үйлеріне барады, жұмыстарынан, жолдан, қай уақытта көреді, сол жерде ұстап алып, насихат, уағыз айтуға тырысады. Қоғамға тигізген зияны бар. Мысалы үшін, уағыз айту уақыттар бар. Сол уақытта бұлар отбасыларын тастап кетіп қалады. Үйде қалған әйел бала шағаларын кім асырайды бұлар уағыз айтып жүрген кезде. 2012 жылдың бірінші жарты жылдығының өзінде тәртіп сақшылары жатағымға қатысы бар 300-ден астам азаматты ұстады. Бір жылдан соң ақпан айында Астана қаласы Сарыарқа аудандық соты таблиғи жамағатты экстремистік ұйым деп танып, ел аумағында оның қызметіне тыйым салды. Алайда бұл арқаны кеңге салуға себеп емес. Өйткені жыл сайын құқық қорғау органдары теріс ағымның жетегіндегі азаматтарды анықтап, түзету мекемесіне жібереді. Ол жерде сотталушылар мен жергілікті мешіттердің имамдары жұмыс істейді. Енді ол колонияда жатқанда да сол бекітілген имамдар рұқсат алып, соларға кіріп, солармен жұмыс жасап, қалада 4-5 колония бар, соның барлығына осы білікті мамандар аптасына ең болмағанда бір рет барып сабақ беріп, шариғатты үйретіп, жолдан қайтуға қолдан келгенше сұрақтарына жауап беріп, үлестерін қосып жатыр. Біз мұна әкімшілік арқылы семьясына барып, үгіт насихат жүргізіп, одан кейін барып, мұна құзырлы органдар арқылы солардың басын қосып, солармен кездесіп, дебат сұрақтарына жауап беріп, жаңағы көптеген азаматтар сол кездескеннен кейін жаңағы райынан қайтып, қаланың мешіттерінде жамағатта жүріп жатыр. Діни қызметкер түзу жолға бағыттап, теріс ағымнан ада қылуға көмектеседі. Алайда қауіптілік туралы дер кезінде ескертетін адам әрдайым жаныңда болмасы анық. Сол себепті діни бетперденің артында не тұрғанын өз бетінше анықтай алу аса маңызды. Экстремизмге қатысы бар адамды қалай ажыратамыз? Теріс діни бағытта жүрген адамның бірінші мына ұлттық құндылықтарды жоққа шығаруы. Басым көпшілік қазақ тілінде сөйлеспейді. Қазақтың өзінің ұлтының тарихын білмейді. Бұлар тарихты, ислам тарихын көбірек үйренеді. Ислам тарихын үйрену керек, ол да дұрыс. Бірақ өз тарихына мән беру керек та негізінде.
бүкіл әдет ғұрыптардың барлығы бұл адасу, ширк, айтқанда серік қосу деп өзінде және басқаларды да ислам шеңберінен шығаруға тырысады. Исламның заңдылықтарына сәйкес болған дәстүрлерді орындап жүргеннің өзінде олар айтады, ширк, адасушылық. Осы сенім мәселесінде барлығын бір-біріне байланыстыра келіп, өзінің былай айтқанда сеніміне, өзінің ұстанымына, өзінің ойына сәйкес келмеген адамдарды жаңағы діни негіздерден, діни шекарадан шығарып жіберіп, олармен сол деңгейде, жаңағы дінсіз деңгейінде қарым-қатынас жасап. Өкінішке орай идеология ересектермен қоса балалардың да санасын улап жатқаны жасырын емес. Көп жағдайда ақ пен қараны ажырата алмайтын жеткіншектер жат ағымның жетегінде кете береді. Соңғы жылдары Шығыс Қазақстан облысында кәмелетке толмағандарды теріс ағымға тартудың 4 жағдайы тіркелді. Балалардың жас шамасы 13 жастан 18 жасқа дейін. Өрімдей жас балалар арбау нәтижесінде теріс діни ортаға түседі. Подростки, которые Жасөспірімдер сондай-ақ жас балалармен байланысқа шығады. Мысалы, мұсылман кейпіндегі ересек әйелдер қыз балалардың былайша сеніміне кіреді. Сендер міне университет бітіріп жатырсыңдар. Өз отбасыларың жайында ойлануларың керек. Қазір қандай есірткі тұтынып, некеге дейін жыныстық қатынасқа түскісі келеді. Ал сендер ауылдан келдіңдер, бұзылмаңдар, жол бермеңдер деп арбай бастайды. Осылайша арбауға түскен жас қыздарды дінге бет бұрған ортаға алып келеді. Действительно религиозно настроенные мужчины. Егер бала олардың ықпалына тап болса, дереу әрекет ету қажет. Бұл жерде сенім мен ішкі сезімді қайтаруға септігін тигізетін психологтардың көмегі ауадай қажет. Дұрыс ортаға қайтып келуге болады. Бастысы бұл жолда жалғыз жүріп өтуге тырыспау қажет. Ну, в том случае, если доверие нарушено, да, мы уже назначаем длительность. Сенімге селкеу түскен жағдайда біз кәмелетке толмағандарға ұзақ мерзімді әңгімелесуді тағайындаймыз. Олардың ата-аналарымен қарым-қатынас жасауы маңызды. Бұл көбіне жұптық жұмыс, ата-анасымен байланыс орнату маңызды. Яғни ол сенім арта алатын адам болу маңызды. Өйткені мәжбүрлі түрде жасалған жұмыс бұл жағдайда нәтижесін бермейді. Балада ол сенетін жанмен дені дұрыс қатынас орнауы қажет. Егер бала теріс ағым жетегіне кетсе, олар әдетте үйірмелерге бармайды. Ондай жағдайда біз мектеппен бірлескен жұмыс ұйымдастырамыз. Бұл баланың қызығушылығын дамыту тұрғысынан әрекет етуді мақсат етеді. Чтобы уже параллельно расширять связи, отношения именно в сторону интересов, развития интересов ребенка. Вообще ребенок до 16 лет. Негізі бала 16 жасқа дейін қандай діни ағымдар бар, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екені, терроризмге, экстремизмге қандай жолмен түсетіні, қалай арбайтыны туралы ақпарат алуы тиіс. Может попасть в экстремизм, в терроризм и как его могут использовать. Мамандардың пікірінше идеологиялық ықпалдың басым бөлігі шеттен келеді. Топтардың көшбасшылары көбіне көп шетелде отырып ақ жат ағымды жалпақ жұртқа интернет арқылы таратады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ол бүкіл әлемдегі мұсылмандардың тәуелсіз Қазақстандағы дін бағытын жүргізе береді. Бірақ радикалды топтардың орталықтары бар. Сол орталықтарға олар бағынады. Біздің жергілікті діни басқарманың өкілдеріне бағынбауы мүмкін. Сол құқықтық мемлекет болғасын, зайырлы мемлекет болғаннан кейін бізде құқықтық нормалар қабылданған. Яғни кез келген ағымның таралуы, уағыздалуы, кез келген діннің таратылуы деген мәселелердің барлығы заңның баптарымен реттеледі. Бізде негізі осы мәселелер бар. Заңсыз миссионерлік деген баптарымыз бар. Заңсыз жаңағы дінде уағыздау тарату деген бар. Соның ішінде экстремистік бағыттағы радикалды көзқарастарды тарату, экстремизмді тарату деген ауыр баптар бар, қылмыстық жауапкершілікке алып келеді. Соның барлығын қатаң егер адамдар түсінетін болса, мен ойымша бұл дін бағыттарын реттеуге болады деп ойлаймын. Бірінші құқықтық сауаттылық болу керек. Екіншіден, жалпы алдын алу үшін кез келген адам дінді ресми тіркелген діни бірлестіктердің өкілдерінен алып қабылдағаны біздің діни бірегейлігімізге өте жақсы әсер етеді. Ұлт ретінде біргеміз дейтін болсақ, діни бірегейлікті қалыптастырамыз дейтін болсақ, біздің дінді алатын институтымыз да бір болу керек. Бізді қабылдайтын дәстүріміз де бір болу керек. Біздің ұстанатын мазхабымыз да бір болу керек. Сонда бізде мұсылман жамағаттың арасынан алауыздық шықпайды. Дін заңнан үстем емес, жауапкершіліктен де жалтармайды. Қазақстан зайырлы мемлекет. Бұл елде сенім әркімнің өз еркі, әрі қоғам қауіпсіздігінің бір бөлігі. Діни сауаттылық тек сенімді ақпарат көздеріне сүйенсе ғана біртұтастығымыз сақталып, санамыз жат ағымның уынан қорғалады. Өйткені сенім іріктіретін емес,
біріктіретін күш.